Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар сіздермен Айтмұхамбет Айғожа. Бүгін көреттеріңіз. Екібастұздағы индустриалдық аймақты электрмен қамту мәселесін энергетика министрлігі арқылы шешпек. Баянауылдық полицияға қатысты қызметтік тергеу басталды. Қоғамшылдардың мәліметінше ол демалушыға қырындаған. 1 май көшесіндегі жолды жөндегеннен кейін екі бағытты жол пайда болмады. Құрбан айтты 7 мешітте 3 тайқазан палау пісіреді. Канцелярская планета дүкенінде мұқтаж адамдарға қол ұшын беру атты жыл сайынғы науқан басталды. Ескі арқа қоржынның әкелде 30% жеңілдікпен жаңасын ал. Сонымен қатар тамаша ұсыныс. Дайын мектеп жиынтықтары небәрі 4000 теңгеден. Бала бақшалар үшін жақсы жаңалық. Барлық топқа кеңсе тауарларды сатып алда сурет салу альбомдарын сыйлыққа ал. Одан басқа мектеп маусымы аралығында әр сатып алушыға 25% жеңілдік. Сондай-ақ сіз Apple iPad планшетін немесе 100 сыйлықтың ішінен бір жүлдені ұта аласыз. Канцелярская планета дүкені. Мектепке жазда дайындал. Арматураланған газоблок 460 теңгеден. Телефоны 78 32 32. Антошканың туған күні. Ешбір мерекеде соншалықты мульткейіпкерлер болған емес. 10 тамыз күні сағат 11-ден 17-ге дейін қалалық саябаққа Антошка Фест фестиваліне келіңіздер. Қатасыңыздар да сыйлықтарға ие болыңыздар. Бірге көңіл көтерейік. Мыңдаған сәні жарасқан әрі жылы тондар ішінен сен бұрыннан армандаған тоныңды. Эталон меха өлбір тонда жәрмеңкесінен табасың. Біз сіздерді 10 мен 18 тамыз аралығында күтеміз. Естай атындағы Мәдениет сарайы. Бөліп төлеу. Жүргізушілерге киім сұнған Ламберти ерлер киім салоны. Павлодар облысында еңбек бағдарламасы бойынша 505 мың теңгеге 19 грант бөлінді. Ұлттық қордан аз қамтылған көп балалы отбасылар мен мүгедектерге қосымша 300 қарастырылды. Бұдан бөлек бизнес идеяларын дамыту үшін жастарға 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде тағы 506 грант беріледі. Мемлекеттік қолдаудың іске асырылу жайлы келесі сюжетімізде. Еңбек бағдарламасының екінші бағыт аясында шілде айында қалалар мен аудандарда оқыту жүргізу үшін Павлодар облысында шамамен 500 миллион теңге бөлінді. Және 150 миллион шәкіртақыға. Аймақ басшысы жұмыспен қамту уақытша және тұрақты екенін атап өтті. Сондай-ақ міндетті аударымдар жайлы айтты. Сейчас начинается у нас уборочные работы. Бізде күзгі дала жұмыстары басталып жатыр. Мемлекеттік кірістер департаменті және атамекенмен жұмыс істеңіздер. Ресми түрде рәсімделген және еш жерде тіркелмеген. Сондай-ақ күніне 5-3 мың теңге алатындардың анықтаңыздар. Мұның барлығы көлеңкелі экономика. Шаруа қожалықтарына қатысты мәселе басқа. Жыл басынан міндетіне салғырт қарайтын жер иелері мен қолданушылардың салықтың 10 еселік көлемін төлеуге міндеттеген. 55 миллион теңге өндіріп алынды. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 183%-ке көп. Бірақ бұл мәселенің шешімі емес. Участились случаи, когда наши крестьянские хозяйства проблемные. Бізде кейбір шаруа қожалықтары мәселелерін статистика арқылы шешу жолдарын тауып алған. Есеп беріп, жалға беріп, мен егін ектім дейді. Бұл жерде әкімдерге жұмыс жасау қажет. 10 еселік салықты төлейді де, әрі қарай білгенін істейді. Жыл басынан пайдаланылмайтын жер телімдерінің көлемі 148 мың гектарды құрады. 1 қаңтардан 31 шілдеге дейін жер қорына қайтарылған ауыл шаруашылық алқаптары 123 мың гектар. Аида Драхова, Ольга Шкретсер, Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар облысында суармалы егістік алқаптарына ауыстыру үшін 50 мың гектар жер дайын. Бұл туралы аймақ басшысы ауыл шаруашылығы техникасын жеткізумен айналысатын компания өкілдерімен кездесу барысында айтып кетті. Павлодар арнайы экономикалық аймағында өткен жиын жайлы бизнес жаңалықтарында. Бизнес жаңалықтарының демеушісі Forza сауда маркасы. Әр үйге жылулық пен қамқорлық. Облыс әкімі ауыл шаруашылығы техникасын жеткізу және сервистік қызмет көрсетумен айналысатын компания өкілдерімен кездесу өткізді. Олар Канада, Ұлыбритания, Швеция және Австриядағы әлемдік компаниялармен жұмыс жасайды. Павлодар облысында техникаларына қызмет көрсету орталығын ашуды көздеуде. Бүгінде аймағымызда олар жеткізген 40-тан астам бауыр суару машиналары бар. Болат Бақауов бұл бастаманы қолдап отыр. Себебі алдағы уақытта техниканың санын арттыру қажет болады. 2 миллиона
гектар по Казахстану. Қазақстан бойынша 2 миллион гектар жерді суармалы егістік алқабына енгізу жоспарланып отыр. Павлодар облысы Ертіс өзені. Ертіс Қарағанды каналының арқасында бұған дайын. Бүгінде бізде 50 мың гектарға дайын жоба бар. Барлығы мемлекеттік сараптамадан өткен. Әрбір облыста мұндай мүмкіндік жоқ. Бұл жоспар жүзеге асырылатын кезде сіздердің техникаларыңыз да қажет болады. Сондай-ақ облыс әкімі Павлодар арнайы экономикалық аймағының резиденттермен жиын өткізді. Болат Бақауов жағдайды бақылап қайту үшін құрылыс алаңдарына да барып қайтты. Бұл жерде дизель отынның сапасын жақсартуға арналған қоспалар шығаратын кәсіпорын бой көтеріп жатыр. Сейчас уже земляные работы. Бүгінде жер қазу жұмыстары аяқталып қалды. Жақын арада ірге тасын құюға кірісеміз. Қондырғылардың барлығы сатып алынды. Олар шетелдік және отандық. Қазір құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. 2019 жылдың 4-ші тоқсанында іске қосуды жоспарлап отырмыз. Кәсіпорын толық іске қосылғаннан кейін 30 жаңа жұмыс орны ашылады. Жоба құны жарты миллион теңгеге жуық. Жылына 2,5 мың тонна дайын өнім шығарып, оларды еліміздің мұнай өңдеу кәсіпорындарына өткізуді көздеп отыр. Айта кету керек, биыл Павлодар арнайы экономикалық аймағында 7 жоба іске асырылады деп жоспарлануда. Аида Адрахова, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Екібастұздағы индустриалдық аймақты дамыту бойынша жиын энергетика вице-министрі және облыс әкімінің қатысуымен өтті. Бүгінгі таңдағы өзекті сұрақтардың бірі электрмен жабдықтау мәселесі талқыланды. Алдымен болашақ зауыттарды ГРЭС-1-ден арзан энергиямен қамтамасыз етпекші болған. Енді Кегок желісінен тоқ алу балама мүмкіндігін қарастырды. Компанияның жергілікті қосалқы станциясының қуаттылығы 1150 киловаттқа жеткілікті. Или эту, хоть любую индустриальную зону, они предлагают один из вариантов расширить. Или оттуда с миллионника сами протянут, так поставим 500, или сделают реконструкцию 500 миллионника и выдачу 220 сделают, и только оттуда линии только до индустриальной зоны проведем. Это тоже нормально. Это вариант. Сұңғат Есімхановтың айтуынша, электр тарту 2 жылға созылуы мүмкін. Болат Бақауов өңіріміз үшін жақсы жоба екенін айтты. Индустриалдық аймақ Екібастұзда мыңдаған жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Бірнеше инвестор мұнда өз бизнес идеяларын іске асыруға дайын, бірақ құрылысты лайықты қуаттылықсыз бастай алмайды. Сол себепті энергиямен қамту мәселесін болашақта министрлік деңгейінде қарастырады. Аида Адрахова, Александр Петрова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Ең танымал қаржы құралдарының бірі өтеусіз гранттар үшін Павлодар облысына республикалық бюджеттен қосымша 40 миллион теңге берді. Биыл аймағымызда 162 адам өтініш берген. Тек 15-ін ғана таңдап алған. Бөлінген қаражат аясында ол 43 миллион теңге. Кез келген адам қатыса алады. Жас кәсіпкерлер, әйелдер, мүгедектер, тіпті 50 жастан асқандарды. Бизнестің жол картасы аясында сома 3 миллион теңгеге дейін. Құжаттарды осы аптада қабылдай бастайды. Требования инновациялық. Жобаларға қойылатын талаптар оның инновациялығы, қаржы жағынан өміршеңдігі. Аталмыш грантты алу үшін тамыздың 8-ден 14-не дейін Астана 61-дегі 101-ші кабинетте құжаттар қабылданады. Онда салық міндеттері бойынша қарыз болмауы тиіс. Қарапайым заттар экономикасы мемлекеттік бағдарламасы бойынша 178,9 миллиард теңгенің 85 жобасы бар. Оның 10-ын банк мақұлдаған. Бұл 950 миллион теңгеге. Бизнесмендер несиені сүтті мал асырауға, бақша өнімдерін өсіруге, жартылай фабрикаттар дайындауға, диірменді іске қосып ұн шығару үшін алған. Самал Белгібаева, Ольга Шкрет, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі Forza сауда маркасы. Әр үйге жылулық пен қамқорлық. Forza жылыту радиаторлары жылыту жүйелерінің ерекшеліктерін ескере отырып, ең жаңа итальяндық технологиялары бойынша жасалынған. Бұл үлгілер үйдегі тамаша жағдай туғызып, бөлменің ішкі көрінісіне қайталанбас стильмен бірегейлік береді. Forza бұл кепілденген сапа, ұлғайтылған жылу бергіштік, пайдалану мерзімінің ұзақтығы. Forza жылыту радиаторлары мамандандырылған дүкендерден сұраңыздар. Алаяқтардың кесірінен Павлодар тұрғыны пәтерсіз қалды. Яна Фоминских 2017 жылы баспана сатып алған, ал бір жылдан соң оған келісім жалған құжатпен жасалған хабарлапты. Қалалық қаржы бөлімі шаршы метрлерді мемлекет кірісіне алып қою үшін сотқа жүгінген. Яна Фоминских ақша әкесіне мұраға қалған еске алады. Пәтер алуды шешкен. Хабарландыру бойынша 4 миллион теңгеге бір бөлмелі пәтер тапқан. Сату сатып алу шартын нотариуста рәсімдеп, оның алдында мүліктің ешқайда кепілде тұрмаған тексерген. Тұрғын үйдің құжаты ешкімде күмән тудырмаған. Бір жыл өткеннен кейін сатушы бұл үйді заңсыз өз атына ауыстырып алғанын білдім. Аталмыш факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Іс әлі аяқталмады. Сот үкімі шыққан жоқ.
Полиция 5 адамды ұстады. Олар үй иелері қайтыс болғаннан кейін мұрагерлері жоқ баспаналарды іздеген. Кейін үйсіз адаммен келісіп, оның атына жалған мүлік құқығын жасаған. Ол өз кезегінде үйді сатуда берілген рөлін ойнаған. Яна Фоменских жәбірленушілердің бірі. Бірақ бұл негіз мәселе емес. Қалалық қаржы бөлімі оны сотқа берген. Үй иесі 2005 жылы қайтыс болса, мүлікті 12 жыл бойы шенеуніктер мемлекеттік балансына алмаған. Талапкер бос пәтер туралы ешкім хабарламаған. Сондықтан бірнеше жыл бос тұрғанын түсіндірді. Квартиру я существенно преобразила. Мен пәтерге ұзақ уақыт бойы күрделі жөндеу жасадым. Қанша уақыт, ақша, күшім кетті. Сот залында бейнеге түсіруге тыйым салды. Полиция қызметкері процесте Яна Фоменских сияқты адамдардың 15-ке жуық екенін айтты. Енді олар өз қаржысын қылмыстық іс бойынша алаяқтардан талап етеді. Апелляциялық алқа павлодарлық әйел сатып алған пәтер қала әкімдігінің балансына өтетіні туралы қаулы шығарды. Айтмұхамед Айғожа, Артем Клеун, Антон Тыщенко, ERBS телекомпаниясы. Павлодарлық автожүргізуші жедел жәрдем көлігін өткізгені үшін айыппұл төлемек. Оның сөзінше бейне тоқтасыздығынан шыққанды түсіріп алған. Полицейлер мен прокурорлар ереже бұзушылықты жоққа шығармай отыр. Сотқа жүгінуге кеңес берді. Толығырақ әлеуметтік желілер айдарында. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Жанұя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Көлік жүргізушісі бағдаршамның қызыл түсіне тоқтасыздығынан өткенін айтты. Бір ережені сақтап, бір ережені бұзуға мәжбүр болған. Жедел жәрдем көлігі арнайы дабыл қосып өтіп кеткен. Ережені бұзу деген автокөлікпен тағы бір темір тұлпар жасылдың жанғанын күтіп тұрған. Біраз уақыттан соң айыппұл келді. Полиция мен прокуратурада істің қаралуы нәтиже әкелмеді. Бейнелер әрине ақылды, бірақ олар бұзушылықтың себебін анықтамайды деп түсіндірді. Түсіністікпен қарады, жазаны жоққа шығару үшін сотқа жүгінуге кеңес берді. Бұл ретте тәртіп сақшылары тоқтасыздығынан өтіп кеткен үшін 6,5 мың теңге, ал қозғалыста басымдылықты ұсынбаған үшін 25 мың теңге айыппұл салынатын еске салды. Өткізсең де, өткізбесең де айыппұл төлейсің. Міне заңдар, қалай болса да сені кінәлі қылады. Тек айыппұлдардың қайсын төлеуге таңдау қалдырды. Павлодарлықтар алпауыттардың магистральдардағы кезекті сынақ жұмыстарына шағымдануда. Қолданушылар жаз бойы сусыз отырдық. Енді қайта бергенде тағы су ысытқыштарымызды шығаруға мәжбүрміз дейді. Қашан аяқталады осының бәрі? Мамыр айынан бері ыстық сусыз отырмыз. Енді 1 қыркүйекке дейін отырамыз. Ертең деп ар жағында қыс түседі. 2 ай бойы Ломов көшесінде ыстық су болмады. Енді тағы өшіреді. Ресейлік әнші Наташа Королева қазақша әндетті. Ютубта Бүркітпен бірге айтқан әннің ресми бейнебаяны шықты. Бірнеше күн ішінде 250 мыңнан астам қаралым жинады. Ау жігіт болайсыз асықпаңыз, шын сезімнен әлі қашықтамыз. Мен сізді түсініп тұрғанымен, болып тұрмыз ғоби жанатымыз. Қолданушылар Королеваның тырысқанын бағалап, тіпті оның қазақ тіліндегі акцентіне мән бермеді. Бүркіт пен Наташа керемет. Наташа әдемі, көз тартады. Музыка ұлттарды жақындастырады. Наташа мен Бүркіт музыка түрлі халықты жақындататынын тағы бір мәрте дәлелдеді. Наташа өзге тілде әсем ән айта алатынын көрсетті. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Жанұя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Кез келген үйде ең бастысы жиһаз. Ол баспанаңызда жайлы жағдай туғызады. 20 жыл бойы Жанұя салоны сүйікті клиенттеріне өз үйлерін әдемі жайғастыруға көмектеседі. Ресей және Украина көшбасшы өндірушілерінен премиум топтағы үлгілерден бастап кербез функционалды нұсқаларға дейінгі жатын бөлмелер, кіреберіс, балалар бөлмелері мен жұмсақ бұрыштық дивандардың мол таңдауы. Салондағы ұсынылған жиһаздың әртүрлі үлгілер қатары кез келген бөлменің ішкі көрінісіне тамаша үйлеседі. Жанұя жиһаз салоны. Пахомов көшесі 114, телефоны 34 75 00. Полиция қызметкері демалушыға сес көрсеткен. Әлеуметтік желідегі «Не молчи» тобында дәл осындай ақпарат жазылған пост жарияланды. Қоғамшылдардың айтуынша оларға Айнара есімді бойжеткен көмекке жүгінді. Ол ата-анасымен бірге Баянауыл аудандағы демалыс үйлерінің бірінде болған. Ал аумақта оған бір ер адам тап беріп, артық әрекетке көшкен. Бұл факт расталды ма жоқ па? Ол жайлы келесі сюжетте. Қоғамшылдардың ақпараты бойынша бойжеткенді қорқытқан адам погон киеді. Полиция қызметкері өз тарапынан арнайы қылықтар көрсеткен соң, Айнара маңайдағы адамдардың көмегімен одан сытылып шығып, 102-ге қоңырау шалып, кезекші жасақты шақыртқан. Постта тіпті бұдан кейінде ер адам қорқытуын жалғастырды деп жазылды.
Куәгерлердің көзінше қызға тап беріп, интимдік жерлерінен ұстаған, қыз қарсылық білдірген. Жәбірленушінің сөзі бойынша полиция ер адамды жақтап бірнеше рет оны бойжеткенге әкеліп, оны бітімге келуге шақырған. Полицияның 20 қызметкері арудың ата-анасын ұстап тұрды. Ер адам оған тіпті полицияда шабуыл жасады. Ирбистің тілшілері полиция департаментіне ресми сауал жіберді. Онда аталмыш фактіні растады. Заявление о девушке принято. Бойжеткеннен түскен өтініш қабылданып тіркеуге алынды. Бүгінде Баянауыл ауданы полиция бөлімшесінің қызметкеріне қатысты Павлодар облысы полиция департаментінің жеке қауіпсіздігі басқармасы қызметтік тексеріс жүргізуде. Тексеріс нәтижесін кейін хабарлайды. Қылмыстық істің бабында нақтыламады. Сотқа дейінгі тергеу әзірше факт бойынша жүргізілуде. Оқиға күні тәртіп сақшысы еңбек демалысында болғаны ғана белгілі. Сот медициналық сарапшылардың тұжырымдамасы бойынша ол мас болмаған. Айтмұхамбет Айғожа, Алиял Мұхамбетова, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. 1 май көшесі кеңейтілді, алайда онда көліктер бір жақты бағыт бойынша жүруде. Бүгінде коммуналшылар шілде айының соңында аяқталған жұмыстардың нәтижесі туралы сұхбат берді. Олар 4 жолақты жол белгісі қашан пайда болатынын айтты. Шілде айының соңында 1 май көшесінің Максим Горькийдан Таусойға дейінгі аралығында кеңейту жұмыстары жүргізген болатын. Алайда бүгінде аталмыш жер телімінде көліктер бір жақты бағытта жүр. Коммуналшылардың айтуынша, екі жақты бағытта ашу үшін облыстық әкімшілік полиция басқармасына құжаттарды жіберген. В связи с тем, что там стесненные условия. Жоспары бойынша 1 май көшесін 6,5 метрге дейін кеңейттік. Онда тұрғындардың ыңғайлығы үшін жиектастар орнатылды. Бүгінде әкімшілік полиция басқармасына құжаттар жіберілді. Тексерістен кейін олар жолдың екі жағына белгілер орнатады. Көшені кеңейту жұмыстарына 30 миллион теңге бөлінді. Жоспар бойынша ол 4 жолақты болады. Құжаттарды тексеру жұмыстары шамамен 2 аптаға созылмақ. Кейін арнайы белгілер орнатылады. Айтмұхамбет Айғожа, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Ирбис көрермендері өз телефондарының камерасына жетекші ауылындағы қоқыс үйіндісін, Успенкадағы су тасқынын, Павлодардағы Генерал Дүйсенов көшесіндегі асфальттың опырылғанын түсіріп алған. Осының барлығы мобильді қосымшада. Бірге көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Сонымен қатар 2019 жылдың 30 қарашасында болатын жаңа ұтыс ойынын жариялайды. Генерала Дюсенова, провал асфальта. Звонила Горводоканал 2 раза. Никто не приехал. Ждут, пока будет крупная авария. Кинджиколь. 3-й заезд. Выезд в сторону аэропорта. Свалка. Мусор. Примите меры. Кутузова 24. Здесь убрали сначала мусорку, потом закатали асфальт под эту мусорку. Теперь снесли новый асфальт и не знаю, что творится, это вообще караул. Ну, как бы интересно, куда эти деньги уходят, и кто это все оплачивает. Просто интересно. Остановка общества слепых. Здесь вот недалеко находится вот такая яма после недоделанного ремонта. И также на этой остановке отсутствует урна, и все бычки находятся на земле. Пожалуйста, установите урну на остановке общества слепых. Вот Успенка, улица Некрасова. Вот такая вот канитель, вот такая вот, длится уже на протяжении 2 лет. Вот водичка бежит с колонки, вот трансформатор стоит, залито водой, колонки сносят автомобилисты автомобили. Ничего не делается, ничего не реставрируется, деньги выделяемые куда-то деваются. Вон, колонку сняли, просто крышку, а вода бежит сама по себе, колодцы полные. Мобильді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Сонымен қатар 2019 жылдың 30 қарашасында болатын жаңа ұтыс ойынын жариялайды.
Мега жеңілдіктер, мега таңдау, мега жиһаз. Заманауи қонақ жай бөлмелер, мега жайлы жатын бөлмелер, керемет түскі ас зоналары. Ресей мен Беларусь фабрикаларына мега үлкен таңдау. Классика үлгілерін ұнататындар үшін әдемі нұсқалар. Ықшамды модерн, мега заманауи интерьер үшін кез келген талғамға сай келетін жиһаздардың алуан түрлері. Мега сауда үйі сіздерді жаңа түсімге шақырады. Мега жойқын. Жылыту маусымына Павлодардағы көп қабатты үйлердің 50% дайындық актісін алған. Биыл әкімдік жүйелердің талапқа сай болуын қадағалайтын жұмыс тобын құрды. 2018 жылы бұл көп қабатты үйді суық болды. Жылу беру 13 градусқа, ал аяз күндері 27 градусқа төмендеген. Бөлмедегі жылу температурасы 14-тен 17-ге дейін. Жергілікті пик төрайымның айтуынша осы жылы жертөлені жөндеу жұмыстары мамыр айының басында бастаған. Соңғы акты 2 жұма бұрын алған. Барлық 15 үй 100%-ға дайын. Біз дайындық актісінен өттік, шаю жұмыстарын жүргіздік. Ткачев 17 мекен жай бойынша айтып отырмын. Жылу тораптарын жылу жүйесін толық ауыстыру үшін 8 ай бойы ақша жинадық. Үлкен жұмыс жүргізілді. Құбырларды, шүмектерді ауыстырдық. Жергілікті пик дайындық актісінің болуы бұл кепілдік. Ал жылу болмаған жағдайда олардың кінәсі емес дейді. Жалпы қала бойынша 1300-ге жуық көп қабатты үй бар. Оның ішінде 532 үйде жүйені қысымдау және шаю жұмыстары жасалды. Ал 300 үйде қаражат жиналмағандықтан жертөлені жөндеп, қыс мезгіліне дайындай алмауда. Я хотел бы призвать Біздің қала тұрғындарын қаржыны тапсыруға белсенді болуға шақырамын. Мұндай шараларға түсіністікпен қараған жөн. 2019-2020 жылдардың жылу беру маусымына дайындық мақсатында жылу желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылу желілерін күрделі жөндеу жұмыстарын аяқтауда. Бұл өткен жылы жылу жетіспеушілігі орын алған 35-тен астам көпқабатты үйге жылу беруді жақсартуға мүмкіндік береді. Қызмет көрсетуші ұйымдардың кінәсінен 47 үйде ыстық жоқ. Пик жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. 15 тамызға дейін аяқтайды. Ал 38 көпқабатты үйдің тұрғындары қыс мезгіліне өздері дайындалады. Айтмұхамбет Айқожа, Азиз Сабай, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы. Алимент бойынша борышкерлерді бір емес бірден 5 тәулікке жиі қамауға алатын болған. Сот орындаушылары шара тиімді дейді. Өңірде 11 мыңға жуық әке алимент төлейді. Олардың ішінде 1 мыңға жуығы мәселелі. Олар балалардың алдында жылдар бойы қарыз. Алимент бойынша қарыздардың басты себебі әкелердің жұмыссыздығы емес, қарапайым сараңдығы. Егер ұл қызына деген махаббаты жетпей жатса, көлігі көмектеседі. Борышкерлерден темір тұлпарлары тартып алынады. Жыл басынан бері полицейлермен бірге көліктерді алу бойынша 134 қаулы енгізілді. 46-сы табылды. Остальные свыше 80. Қалған 80-нен астам қаулы орындалуда, яғни көліктер әлі іздестірілуде. 46 қамалған көліктің 11-і сатылды. Алимент бойынша қарыздар толығымен өтелді. Бір уақытта борышкерлерден жүргізу куәлігі тартып алынады. Кейін алиментті өтеуге 10 күн береді. Әйтпесе көліктері арзанға өтеді. Мұны білген көбісі машинасын жасыруға тырысады. Мысалы, мына газельдің жүргізушісі сияқты. Мамандардың ақпаратынша ол 2 баласына 1,5 миллион теңге қарыз екен. Көп істер қайталанады. Сондықтан тәуліктік қамаудан үлкен мерзімге өткен. Все чаще стали суды применять. Соттар жаза ретінде 5 тәулікке қамауға көшті. 61 борышкер 669 бап, яғни орындама бойынша жазаға тартылды. Оның 48-не 5 тәулікке қамау жазасы қолданылды. 11,5 мың борышкердің басым бөлігі алиментті уақытылы өтейді. 3 ай төленбесе, бұл жалтару деп саналады. Сот орындаушылардың қара тізімінде 1000-ға жуық әке бар. Кейбіреулерінің максималды қарызы 4 миллион теңгеге дейін жетті. Самал Белгібаева, Алиял Мұхамбетов, Валерий Павлов, Ербис телекомпаниясы. Дәстүр бойынша жылда келетін айт мерекесі биыл тамыздың 11-ші жұлдызына дәл келіп отыр. Биылғы жылы қала бойынша құрбандық шалу орны ретінде Құлагер ипподромы аумағы таңдалды. Мұсылмандардың асыға күтетін ұлттық мерекесі Құрбан айт биыл 11 тамыз күні таңғы 7-де айт намазымен басталады. Бұл діни мерекеде құрбандық шалатыны белгілі. Сол себептен қала тұрғындары мен қонақтары үшін арнайы қасапхана ашылады. Ол Құлагер ипподромы аумағында орналасқан. Ол таңертеңгі 8-ден ашық болады. Айт намазы Құдай қаласа мына Павлодар облысы бойынша барлық мешіттерде таңғы сағат 7-де оқылады. Сол айт намазын оқығаннан кейін барып құрбандықтарымызды шалатын болсақ, ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның сүннет амалын орындаған болып есептелеміз.
Айт мерекесі көңілді өткізу мақсатында қалалық саябақта арнайы бағдарлама ұйымдастырылған. Онда қазақша күрес, гір көтеру, арқан тарту сынды ұлттық ойындар өтеді. Сондай-ақ қаламыздың әр мешітінде айт мерекесіне орай палау дайындайды. Алишер Төлетаев, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Мектеп оқушылары жазғы демалыстарын бау-бақшада өткізуде. Көктемде салған жеміс көкөністерін суарып, баптап алғашқы өнімдерін алуда. Эксперимент ретінде бадам жаңғағында отырғызған. Толығырақ тілшіміз айтады. Бұл мектеп жанындағы тәжірибе аумағы. Аталмыш бақ оқушылардың практикалық білімін жетілдіруге арналған. Олар өсімдік өсірудің жүйелілігін зерттеп, жаңа идеяларын жүзеге асырады. Жас бағбандар осылайша табиғатпен етене байланысып, оны аялауды бойға сіңіруде. Чем ценен наш пришкольный опыт? Мектеп жанындағы бұл бақшаның маңызы зор. Балалар тәжірибелік зерттеумен айналысып, бойларына еңбекті сүю, табиғатты аялау қасиеттерін сіңіреді. Мұнда көкөністер бөлімі, дәнді дақылдар бөлімі болып бөлінген. Бірнеше бөлімнен тұратын бақшада гүлдің түрлі сұрыптары көкөністерден қияр, кәді, жүгері, қызанақ, шалғам, жем-шидектерден құлпынай өсіруде. Бұл жерде эксперимент ретінде салынған картоп пен жаңғақты да байқауға болады. Целый картофели и... Алдымен картопты тұтас және туралған түрінде отырғыздық. Сол үшін мамыр айынан бері арнайы күнделік жаза бастадық. Қыркүйек айында өнімге байланысты көреміз. В этом году мы Биыл біз чуфа, яғни бадам жаңғағын өсіруді қолға алдық. Мақсатымыз біздің аймақта оны қандай жағдайда өсіруге болатынын анықтау. Ол үшін өсіру агротехникасын ұстану керек. Мектептегі бақша оны зерттеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ оқушылар біздің жерге танысық экзотикалық жемістерді өсіріп көрмек. Қазір ерекшеліктерін зерттеуде. Айта кетейік, аталмыш бақшадан басталған шағын идеялар көлемді ғылыми жобаларға ұласуда. Самал Белгібаев, Азамат Айтхалин, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Саятбек Оқасов Польшадағы рейтингілік жарыстың қола жүлдегері. Енді ұлттық құраманың палуандары екі жаттығу кезеңін өткізеді. Алғашқысын Нұр-Сұлтан қаласы қабылдайды. Алдаспор жаңалықтары. Спорт жаңалықтарының демеушісі Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті. Дұрыс таңдау жаса, ПГПУ-ға түс. Рината Солтанова бүкіл қазақстандық спартакиадада тағы бір медаль еншіледі. Аромыс велотректен жеке жарыс жеңімпазы. Ал спорт Сити қалашығындағы мұз айдыны мен футбол манежі уақытында тапсырылады. Қоныс тойын алғашқы болып хоккейшілер тойлайды. Мұз айдыны қолданысқа 1 қарашада беріледі, ал бір айдан кейін жабық манежде тапсырылады. Футбол стадионында ауқымды құрылыс жұмыстары қызу жүруде. Бүгінде металл құрылымы орналастырылып, келесі аптада қаптамасын жапсыра бастайды. Ал қыркүйек айында мердігер алаңды төсеу жұмыстарына кіріседі. Ведется подготовка под... Жылу трассасын дайындау жұмыстары жүргізілуде. Биылғы тамыз айында біз барлық нысандарды инженерлік коммуникацияларға қосамыз. Ал басқа жағында ашық футбол алаңы болады. Жүргіншілердің жолы және көпір дайын. Жалпы көлікке арналған 2 шыға беріс болады. Футбол манежінің қасында олимпиадалық дайындау орталығының құрылысы жүргізілуде. Нысанның тапсырылу мерзімі келесі жылға жоспарланған. Алайда конкурс жеңімпазы атанған фирма өкілдері құрылыс жұмысын әлі күнге дейін бастамаған. По условиям конкурса он должен был уже в течение... Конкурстың шарттары бойынша ол 3 айдың ішінде банк кепілдігін ұсыну керек. Сондай-ақ оны кім қаржыландырады және барлық жұмыстарды бастау қажет. Алайда бүгінде ештеңе жасалған жоқ. Біз өз жағымыздан келісімшарттың барлық пункттерін орындадық. Алдағы уақытта оны жоямыз. Жаңа конкурс жарияланады. Естеріңізге салсақ, 4 ірі кешенің ортақ құны 12 миллиард теңгені құрайды. Барлық нысандар демеушілердің қаражатына бой көтереді. Бұдан бөлек Спорт Сити жер телімінің кейбір бөлігі бос қалуда. Спорттық кластер ұзақ мерзімді жоба болғандықтан, болашақта онда қонақ үйі мен бірнеше жаттығу алаңдарын құрастыру жоспарлануда. Павлодарда Виктор Ярышевтің жарысы өз мәресіне жетті. 2009 жылғы балалар дәстүрлі сайыстың жүлделерін сарапқа салды. Финалдық матчқа дейін жеңімпаз ұжымның есімі белгілі болмады. Финалдық кезеңнің алдында ертіс жарыс кестесінде Ақсулық Металлургтен 1 ұпай алда болған. Жеңімпаз атану үшін павлодарлықтарға Шахтерді артта қалдыру қажет болды. Алайда қарағандылықтар қорғаныс шебінде керемет өнер көрсетіп, матч 0-0 есебімен аяқталды. Игра была равная. Ойын біркелкі өтті. Көптеген сәттерімізді орындай алмадық. Шабуылшыларымыз дұрыс соққы жасамады. Игра хорошая. Ойын жақсы өтті. Біз пасар арқылы ойнадық, алайда гол соға алмадық. Ал бұл вақытта Ақсу жастары спорт мектебі өрендерімен кездесті. Металлургтер ойын басталысымен барлық мүмкіндігін жүзеге асыруға тырысты. Нәтижесінде 5-2 есебімен жеңімпаз атанып, жарыс кестесінің 1-ші орнына жайғасты. Тең есеппен ойнаған павлодарлықтар күміс еншілесе, Астана футбол орталығы үздік үштікті қорытындылады.
За месяц мы второй раз сюда приезжаем. Бір ай ішіне біз Павлодарға екінші рет келдік. Оның алдыңғы жарыста 4-ші орын алдық. Ал бұл жарыста 3-шіміз. Біз нәтиже үшін келген жоқпыз. Ең бастысы өреңдер тәжірибе жинап, білімін жетілдіреді. Жүлделі орын алғандарға дәстүр бойынша алтын кубок пен медаль табысталды. Жекесінде Ертіс бір командасының ойыншысы Колесник Ярославқа үздік ойыншы атағы берілді. Ал спорт мектебінің шабуылшысы Есен Мадияр жарыстың үздік сұрмергені. Ертіс волейболшылары жаңа маусымға дайындығын бастады. 3 аптадан кейін Қазақстан кубогының алғашқы кезеңі өтеді. Бұл жарысты павлодарлықтар 4-1 кезеңнен бастайды. Бұл волейболшы аруымыздың 3-ші кезеңдегі дайындығы. Көбінесе тактикалық және тренажерлық жаттығуларға көңіл бөлуде. Бұл жұмыстарға 2 жаңа бапкер жауап береді. Да, тренерский состав поменялся. Я, бапкерлер штабы өзгеріске ұшырады. Жаттығуда бірнеше жаңашылдық бар. Мен өткен маусымда бірнеше матчта қатыса алмадым. Бүгінде оңалту шараларынан өттім. Өз күшіме сенемін. Бүгінде Ертіс сапында өзгеріс жоқ. Биыл көптеген негізгі ойыншылар командада қалды. Тіпті жасөспірімдер құрамасынан бірнеше ару негізгі командаға шақыртылды. Бұл Светлана Эрфорд және Ксения Арефьева. Сондай-ақ Татьяна Мудрицкая мен келісімшарт жасалды. В основном, да, удалось сохранить. Біз командамыздың ойыншыларын сақтадық. Сондай-ақ бізге Анна Тарасова қосылды. Оның тәжірибесі мол және біздің командамен жақсы таныс. Татьяна Мудрицкая да жеңіске жетуге көмектеседі. Павлодарлық волейболшылар жаңа маусымға дайындығын Ресейде жалғастырады. Адлерде қорытынды матчтар өткізеді. Жаттығу жұмыстарынан бөлек аруларымыз бірнеше жолдасып кездесу ұйымдастырады. Ал спорт жаңалықтарының демеушісі Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті. Дұрыс таңдау жаса, ПМПУ-ға түс. Бүгінге осы аман саулыңыздар. Спорт жаңалықтарының демеушісі Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті. Дұрыс таңдау жаса, ПГПУ-ға түс. Жақсы білім алу сіздің келешегіңіздің кепілі. Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті. Колледж, бакалавриат, магистратура, PhD докторантурасы, заманауи ғылыми база, 100% жұмысқа орналастыру мен жаңа жатақхана. Алтын белгі иелеріне 25 грант, көп балалы отбасынан шыққан және жетім балалар үшін 25 грант беріледі. Мира көшесі 60 55 55 05. Ауа райы болжамының демеушісі Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. Тамыз айының 7-сіне арналған ауа райы болжамы таныстыратын Анель Жакина армысыздар. Алматы қаласында күн ашық 36 градус ыстық. Көкшетау Петропавл шаһарларында жаңбыр жауады плюс 22 градус. Омбыда плюс 24 жаңбыр жауы ықтимал. Новосібір Барнаул қалаларында аспан ашық, сынаппағаны плюс 28-де тұрақтайды. Өскеменде жайма шуақты күн күтілуде 30 градус 0-ден жоғары. Семей Қарағанды шаһарларында бұлтсыз күн күтілуде термометр плюс 32-де тұрақтайды. Нұр-Сұлтан қаласында аспан ашық плюс 32 градус. Қазгидромет орталығының мамандары Павлодарда жауын шашынсыз. Ауа температурасы күндіз плюс 32, түнде плюс 20 градус болатынын болжайды. Ауа райы болжамының демеушісі Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті. Әр күндеріңіз қуаныш пен бақытқа толы болсын, аман сау болайық. Ауа райы болжамының демеушісі Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті.